Мына пышақтан самурайский қағазды вүк еткізіп кесіп жіберетін пышақ жасайтын боламыз. Ол үшін біз мынандай қайрақты қолданып көреміз. Мына қайрақ ондай пышақ жасай алам екен, іс барысында көрейік ал. Қайрақ өте шапшағын, қолға өте ыңғайлы тұрады екен. Мына басында екі темір бар екен. Сол мына пышақтың жүзіндегі бір слой темірді осылайынан қырып алып тастайды екен. Бисмилля деп көрейік. Мына осылайынан қолыңызға ұстаймыз. Бірінші слой кетті. Екіншісі кетті. Мына жерде резину екен, рукояткасы, қолыңызды тайдырмайды. Міне осылайынан четко ұстап аласың. Мына жерде защитасы бар. Осылайынан ұстайсың. Мынау енді жалпы бар ғой. Үйде андай кесеге баяғыдай неғып атудың қажет жоқ. Баяғы кесеге бүйтіп жық еткізіп отырамыз. Күйеуіңізді күтеміз. Ол жаңағы әні-міні дейді, сөйтіп жүрген кезінде жаңа қыс бітеді ғой енді. Бізде ер адамдар жұмыстан қол босамайды, содан кеп пышақты қайрай бермейміз. Бисмиллах. Дайынсыздар ма? Міне. Таза ана японский болмаса да қазақский самурай болып тұр ғой. Дәл осылай кесуіне дәл осындай қайрақ көмектеседі. Бар жоғы 1200 теңгеден біздің Алтын Орда құрылыс заттар маркетінен табасыздар. Енді ер адам болсын, әйел адам болсын, кез келген адам өзі ақ алады да фык еткізіп қайрап ала береді. Мына қайрақты сатып алсаң, үйге қонақ келген кезінде қуанасың ғой кәдімгі. Қонақ келген кезінде ана етті турап атқанда ұялып кетесің ғой, кейде болады ғой, өзімізде де болады. Мысалы, турап атқанда өтпей қалады ғой, бір ет қатты сияқты болып ше. Сол кезде мына қайрақпен мощный қылып өткірлеп алсаң, мынаны кәдімгі екі саусақпен тұрып қайрай бересің ғой. Даже бит жіберсең, анау фарш болып кетеді ғой, өзі майдаланып кетеді деп қоясың ғой, короче.